Күздің ызғарлы жаңбырлы күні болатын. Қалаға баратын үлкен жолдың бойымен жүйткіп келе жатқан қоңыр түсті Жигули автокөлігі кенет орманды алқапқа бұрылып, қалың тоғайдың ішіне еніп тоқтады. Көліктен түскен тақырбас еңгезердей үш жігіт жүксалғышты ашып, үсті басы жүдеу, сақал шашы өскен орта жастардағы ер адамды сүйреп түсірді. Ал, енді мұның саудасын бітірейік. Игорь, баста, деді жүксалғышты қақпағын жауып жат. Игорь қалтасынан 200 пышағын алып, жерде бөктісіп шалшыққа батып қанға бөгіп жатқан бейшараға жақындады. Нендей жазығым бар, не қылдым сендерге, деп еңкілдеді ол. Айналасындағыларға жалбарына қарап. Жазығың сол, сен қаңғы бассың, сасық шошқасың, сол үшін ажал құшуың керек, деген Игорь өзі сіңіріне әрең ілініп тұрған бейбақты жағасынан біре ұстап, алқымына пышағын тақады. Кенет тістері мен мұрны сынып, аузынан қара қан саулап тұрған сорлы тізерлеп тұра қалып, қолдарын көкке жайып сарнай жөнелді. Бәріңді де қарғыс атсын, бәріңді, қарғысым ата-аналарыңды да, балаларыңды да айналып өтпесін, тозақ отына шыжғырылыңдар, маған қылған қиянаттарың үшін азап шегіп өліңдер, деді. Өлім алдындағы бейбақтың дауысы жаралы аңның ышқырғанындай үрейлі шықты. Мынадай қарғыстан соң үшеуі де үстеріне мұздай су құйып жібергендей болып бір сәт сілейіп тұрып қалды. Дегенмен бір шетте тұрған Николай дереу есін жиып, екі аттап барып, оның алқымын пышақпен орып жіберді. Қанға тұншығып, қорқырап бір жағына қарай құлаған бейкүнә жанның жанары аспанға қарап, шынадай болып қатты да қалды. Жаны шығып кетті. Жаңағы әзірдегі ажал құшқан бейбақтың қарғысының әсері ме, қалаға қайтар жолда үш жігіт те ләм деп дыбыс шығармай үнсіз отыр. Әсіресе Николай еңсені басқан ауыр ойдың үстінде еді. Бірақ ол осы сәтте анасының дидарын енді қайтып көрмейтіндігін сезген де жоқ. Дәл осы қарғыс атқан кеште үй ішінде қыбырлап жүретін сырқат әйелді дүкеннен нан алып келе жатқан жерінен қоқыс жәшігін жағалап жүретін бұралқы иттер талап өлтірген еді. Дәл солай Николайға сол қарғыс әсер еткен. Арада 15 жыл өткен соң Николай таңертеңгілік үлкен қызы Алинаны мектепке, кіші қызы Таняны балабақшаға апарып тастауға асықты. Сәті түскенде шетелдік Ауди көлігі бірден оталды. Бүгінде сыралғы достарынан іргесін аулақ салып, қарақшылық кәсіптен қол үзген Николайдың ісі өрге басып, көңілі хош еді. Солардан алыстайын деп, облыс орталығындағы анасынан мұраға қалған 3 бөлмелі пәтерді сатып, осы шағын қаладан жаңа үй алды, жұмысқа орналасты. Сүйікті әйелі Лида мен 2 қызы өмірінің мәні. Бұдан артық не керек? Дегенмен сонау бір лайсаң күз өз қолымен ажал құстырған бейбақ жанның қарғысы андасында есіне түсетін. Кейде содан бір сәт сескенетін де еді. Бірақ кейінгі кездері бұл көрініс те ұмытыла бастады. Қайткенде де арада 15 жыл өтті ғой. Ал анасының өлімін Николай кездейсоқтыққа балады. Бірде түн ортасында шошып оянған Николай кереуеттің жанынан түсі қашып, сілейіп тұрған үлкен қызын көрді. Не болды? Алинушка, түсің қашып кетіпті ғой. Қызы кемсеңдеп әрең сөйледі. Ол маған әкеңмен есеп айырысатын күн туады деді. Оның кім? Қара киімді бір адам түсіме кіріп осыны айтты. Жә, шошма. Бар, ұйықтай ғой, бар. Жә, әшейін түс қой бұл, деген Николай қызын тыныштандыруға тырысты. Бірақ сол сәтте денесінен суық тер бұрқ ете қалды. Ұйқысы шайдай ашылған оның есіне тағы да қарғыс атқан сол бір күздің жаңбырлы күні түсті. Осы Антон мен Игорь қазір қайда екен? Аман есен бе екен? Деген ойлар мазалаған ол көрер таңды көзімен атырды. Ертесіне бар шаруасын ысырып қойып, өзінің сыныптасы Кристинаға хабарласқан Николай сұмдық әрі қорқынышты хабарды естіп есеңгіреп қалды. Оның айтуынша Антон 2 апта бұрын ғана пойыздың астында қалып қаза тауыпты. Ал Игорь осыдан 5-6 жыл бұрын хабар ошарсыз жоғалыпты. Тіпті отбасы да
оның өлі тірі екендігінен бейхабар көрінеді. Антуан өлді. Мүмкін Игорь де. Сонда бұл не, сәйкестік пе? Қарғыстың шынымен де күшіне ене бастағаны ма? Деген ойлар санасынан кетпеді. Жанын мазасыздық жегідей жеген Николай сол күні өзін қоярға жер таппады. Жұмысы да мандамай қолға алған ісі өнбеді. Жақсылыққа болса игеді деп ойлағанынша болған жоқ, телефоны шырылдап қоя берді. Бұл Морозов Николай ма? Деген дауыс естілді тұтқаның ар жағынан. Иә, менмін, деді. Әлдерден қауіптенген ол дауысы дірілдеп кетті. Мен полиция капитаны Алексоновпын. Сіздің әйеліңіз Лида Морозова жол көлік апатына ұшырады. Қазір қалалық ауруханада. Ар жағын тыңдауға шамасы келмеген Николай есі креслі шығасылы күйде көлігіне отырып ауруханаға тартты. Сондағы көргені үсті басын қан жуған сорлы әйелі. Бас сүйегі быт-шыт болған. Бет әлпеті адам танымастай бұзылған. Николай көз жасына ерік берді. Айналасындағылардың басу айтқандарын да тыңдамай өкіріп жіберді. Таң атқанша әйелінің жанында болуды шешкен Николай өзіне өзі келген соң көршісіне телефон шалып, қыздарын қарай тұруды тапсырды. Таң ата операцияға түскен әйелі есін жимаған күй дүние салды. Дәрігерлердің айтуынша алған жарақаттары өте ауыр екен. Қолдан келгеннің бәрін жасағандарымен Лиданы ажал тырнағынан арашалап алып қалуға мүмкіндік болмапты. Не өлі, не тірі емес, сүлесі күй кешкен аурухана табалдырығынан сыртқа шыққан Николайды тағы да бір қасірет күтіп тұрған еді. Түнде үйден өрт шығып, денесінің 80%-ын күйік шалған үлкен қызы Алина жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілді. Ыс пен түтін иісін сезген көршісі ауыр емен есікті бұзып кіргенше бірталай уақыт өтіп кетіпті. Отпен арпалыста жүріп, тек Таняны ғана құтқарып қала алған. Ал арада 2 күн өткенде аурухананың жансақтау бөлімінде өлім мен өмір арасында жатқан Алина да бақилық болды. Әйелі мен үлкен қызын жерлеген соң Николай ішкілікке салына бастады. Бірақ Таняның өміріне ерекше алаңдаулы болған ол қызын жанынан екі елде тастамауға тырысты. Сол үшін жұмысын да тастады. Балабақшаға өз апарып, өз әкеліп жүрді. Ал өз өмірі үшін титтей де қорыққан жоқ. Ол өз өмірінің тозаққа айналғанын, шын зауалдың келгенін, қарғыс атқандығын сезінгенді. Иә, шынымен сезінді. Бірде түн ортасында ұйқысынан шошып оянған Николай ас үйден бір нәрсенің қыбырлаған дауысын естіді. Сол жаққа тұра ұмтылған ол еденде сұлап жатқан қызын көрді. Баланың аузынан ақ көбік ағып жатыр. Жанында ішінде ағарған аққан сұйықтығы бар шөлмек. Николай бірден түсінді. Бала су екен деп шөлмектегі эссенция спирті қосылған сірке суын ішіп қойыпты. Оны өткен кеште мас күйінде Николайдың өзі ұмытып үстел үстінде қойып қалдырған еді. Жанталасқан сорлы әке дереу телефонға жармас жедел жәрдем шақырды. Бірақ бәрі де кеш еді. Асқазан ішек жолдарын қатты күйдіріп жіберген бала сол күйі есін жимастан жан тәсілім етті. Ауыр қайғы үстіне қайғы жамылған Николай кіші қызын жер қойнына тапсырып келе жатып, алдынан кенет үсті басы алба-жұлба бір адам шыға келді. Сол адам. Соның дәл өзі. Өздері осыдан 15 жыл бұрын өлтіріп, батпаққа көміп кеткен бейшара. Бірақ жүзінде күлкі бар екен. Әлде неге риза секілді. Мұның елес, әлде шын екендігін бұл кезде Николайдың пайымдауға шамасы да жоқ. Ол ендігі жерде өзім бұл дүниенің адамымын деп есептемейді де. Бойында қорқыныш та, үрей де жоқ. Ендігі тірлікті тәрк еткен Николай үйге келісімен есік терезелерді қымтап, арақпен қосып тұтас бір банка ұйқы шақыратын дәріні көмейіне бірақ төңкерді. Содан кейінгісі бұлыңғыр көмескі. Тек жаны шығып бара жатқанда құлағының түбінен «Сені тозақ күтіп тұр, сені тозақ күтіп тұр» деген сөзді естіді. Айтылған қарғыс өз жүйелерін тапты. Мұны да тылсым бір күштің әсері дейміз бе? Шын мәнінде жазықсыз ажал құшқан
немесе қорлық көргендердің қарғысы текке кетпейтіндігі, түптің түбінде өз зауалын әкелетіндігі рас-ау. Мұны осы айтылған оқиғадан соң пайымдай беруге болатын секілді. Асыл дінімізде де бір адамды өлтірген адам бүкіл адамзатты өлтіргендей күнә арқалайды делінеді. Және де Аллах тағала жәбір көрушінің дұғасын міндетті түрде қабыл етеді дейді. Аллах тағала тура жолынан адастырмасын ағайын. Оқиға ұнаса арнама жазылып, лайк басып, еңбегімді бағалап кетсеңіздер, дән риза болушы едім.